Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің есімім. Бала дүниеге келгенде, оған мағынасы дұрыс, естір құлаққа жағымды, көркем ат қою әрбір ата-ананың міндеті. Ата-аналарың сендерге де әдемі есім қойды деп ойлаймын. Қазір бәріміз өз есімдерімізді әуендетіп орындап көрейік. Ол үшін өткен сабақта үйренген Кервин әдісіндегі соль және ми дыбыстарын еске түсірейік. Соль дыбысында алақанымызды тіктеп ұстаймыз. Ми дыбысында алақанымызды төменге қаратамыз. Осылайша өз есімдерімізді әндетеміз. Мына суретке қарайық. Ербол, Мақсат. Балалар, енді саусақ аттарын жаттап алайық. Бас бармағым бастап берді. Балалы үйрек қостап берді. Ортан терек болып тірек, саусақтарым ән сап берді. Шылдыр жүмек шылдырлады, кішкене бөбек былдырлады. Енді осы әдемі саусақтарымыздың суретін салайық. Қызғылт сары. Сары. Жасыл. Қызыл. Бас бармақ. Балан үйрек. Ортан терек. Шылдыр шүмек. Кішкентай бөбек. Жаңа ән үйренуді бастайық. Бүгін біз Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың 10 саусақ әнін үйренеміз.
Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.